Мә, қыздар, мен күшті рецепт тауып алдым. Мына сәбіз салат істеп жесеңіздер, қайта-қайта істеп жегілеріңіз келе береді ғой. Оның қасына осындай пирожки жасап жесеңіздер, немесе бутербродпен істеп жесеңіздер, өте күшті болады, қыздар. Ал давайте менен рецепт қабыл алыңыздар. Осылай теркадан сәбізді өткізіп аласыздар да. Ал мына жақта керек заттар: ащы бұрыш, паприка, қара бұрыш, кориандр, осындай огурцы керек болады. Сосын уксус, мына жерде кәдімгі свежий не бар ғой, перец бар ғой, соны майдалап өткізіп аласыздар. И сосын 2 штук чеснок керек болады. Осылай сәбізді тұз салып араластырып, бетін осындай бататын тарелкамен жауып қоясыздар да. Мына жақта керек заттар турап, уже жарты сағаттан кейін қоса бересіздер. Мына жақта майды қыздырып қоясыздар. Оға дейін мен мына жақта пирожкилерімді жасап жатырмын. Келесіде осы пирожкидің рецебтін салатын боламын. Маған тіркеліп кетіңіздер. Ал мына жақта қызып тұрған майды осылай приправаның үстінен құйып, жаңағы ащы бұрышты мен осылай заготовка қылып дайындап қоямын. Соны дәміне қарай қосасыздар. Солай осындай күшті салат шығады ғой, қыздар. Қыздар, сіздер бұны істеп жесеңіздер, қайта-қайта істеп жегілеріңіз келе беретін болады. Мені белгілеп салуды ұмытпаңыздар. Мен осылай ыстық пирожкидің арасына салып тұрып, рахаттанып жедім ғой, қыздар. Аппетиттеріңіз ашылып кеткен болса, комментарияға жаза кетіңіздер.